Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге бризоль жасаудың ең оңай әдісін көрсетемін. Достар, сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттер болады. Соларды жіберіп алмас үшін видеоның астындағы подписаться деген батырманы басып, тіркеліп қойыңыздар. Бізге небәрі фарш және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен фаршымызды бір ыдысқа салып, мөлшерлеп тұз қосып, және қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де фаршыңыз тұтқырлау болатын болса, онда үстінен кішкене ғана су қосып жіберсеңіздер болады. Одан кейін фаршымыздан осылай теңдей етіп бірнеше дөңгелектер жасаймыз. Келесі кезекте бір жұмыртқаны алып, кішкене шұңқырлау бір ыдысқа жарып, үстінен кішкене ғана тұз себелеп, шанышқының көмегімен араластырып жіберіп, жаңағы дөңгелектеген фаршымыздан бір данасын алып, жұмыртқаға саламыз. Екі консистенция жақсылап бір-біріне біріккенше араластырамыз. Одан кейін қызып тұрған майға жаңағы жұмыртқамен араласқан фаршымызды салып, қасықтың көмегімен бір керпе етіп, мүмкіндігінше дөңгелек етіп жайып шығамыз. Осылайша баяу отта 2-3 минуттай қуырамыз. Оған дейін тура жаңағы әдіспен келесі қуырылатын бризольді дайындап қоямыз. Бірінші беті қуырылып дайын болғанын осылай үсті кішкене құрғай бастағаннан білуге болады. Сол кезде ғана екінші бетіне ауыстырасыздар. Сол кезде бризоль жыртылмай, формасын сақтай отырып аударылады. Екінші бетін көп емес 30-40 секунд қуырсаңыздар жеткілікті. Міне осылай жылдам барлық бризольдарды өте аз уақытта дайындап алуға болады. Келесі кезекте бризольдарды суы қайнап тұрған мантоваркада 10-15 минут булап аламыз. Міне біздің бризольдарымыз толығымен буда жақсылап пісіп, дайын болады. Келесі кезекте бризольді осылай бір тарелкаға төңкеріп, үстіне майонез жағамыз. Мен бұл жолы кәдімгі майонез пайдаландым. Негізінде чесночный майонез пайдалансаңыздар, немесе майонездің үстіне чеснокты теркадан өткізіп, кішкене қосып жіберсеңіздер, өте дәмді болады. Майонезді жағып болған соң, осылай орап шығасыздар. Дәл осылай қалған бризольдарымызға да майонезін жағып, тура осылай орап шығамыз. Келесі кезекте майонез бен кетчуптың ұшын қайшымен кесіп, осы жерінен бризольдің бетіне соусын әдемілеп жағып шығамыз. Міне дәл осылай бірнеше бризольдарды аз уақыт аралығында өте жылдам жасауға болады. Енді бұл бризольдің жанына кез келген гарнир түрін дайындап жей берсеңіздер болады. Рецепт сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып қойыңыздар.